Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде тіл тұғырым және оның жүргізушісімен Айжарқын Аспандиярқызы. Бүгінгі хабарымызда көрнекі ақпарат және жарнама мәселесі бойынша сөз қозғамақпыз. Алдымен студия қонағымен таныс болайық. Қарағанды облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқарма жанындағы ресурстық тіл орталығының директоры Мөлдір Смағұлова. Мөлдір Құсайынқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді еске сала кетсек, осы 2021 жылдың 29 желтоқсанында мемлекет басшысы тіл туралы заңға қол қойды. Ол 22 қаңтардан бастап құжат қолданысқа енгізіле бастады. Енді осы толықтырулардан бастасақ, жалпы не өзгерді, кімнен қалай нені талап ете аламыз? Жаңа өзіңіз айтқандай, 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті көрнекі ақпарат және діни қызмет салаларындағы кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Яғни оның ішінде 16 заңнамалық актіге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Соның ішінде біздің бүгінгі тақырыпқа сай заңнама талаптарын айта кететін болсам, оның ішінде жаңағы жарнама туралы, тіл туралы, тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнама талаптарына тоқтала кетуге болады. Бұған дейін өздеріңіз білесіздер, тіл туралы заңның 19 бабында физика-географиялық мекендердің атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылу керек деп айтылған болатын. Ал кейінгі заңдағы жаңа редакцияда физика-географиялық атаулар, яғни елді мекендер, көшелер барлығының атауы тек қана мемлекеттік тілде, яғни бір ғана тілде жазылуға рұқсат. Одан бөлек тағы да толықтырылған заңнамалық бап, бұл 21 бап. 21 бапта бұған дейін хабарландыру, баға көрсеткіштері, кез келген көрнекі ақпараттар мемлекеттік тілде және орыс тілінде деп көрсетілген болатын. Ал жаңа редакцияда қосымша толықтыру ретінде баға көрсеткіштері мен ас мәзірлері қосылды және барлығы мемлекет тілде міндетті, қажет болған жағдайда орыс тілінде және басқа тілдерде жазылады деп көрсетілген. Және тағы да бір айта кететін заңнаманың бірі, ол жарнама туралы заңға сәйкес, ол жерде де толықтыру енгізіледі. Кез келген көрнекі ақпарат пен жарнама мәтіні бұған дейін екі тілде міндетті болса, яғни мемлекет және орыс тілінде, қазір мемлекеттік тілде міндетті және жарнама берушінің қалауына қарай орыс тіліне және басқа тілдерге жазылуға болады. Енді шынымен де тіл тақырыбына келетін болсақ, бірінші кезекте осы жарнама мен көрнекі ақпараттағы қателіктер айтылатыны рас қой. Енді бұл бағытта, осы облыста қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде жалпы Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы және өңірлердегі әкімдікке қарасты тілдерді дамыту бөлімдері бар. Яғни әр бөлімдегі тілге жауапты маман және Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, ресурстық тіл орталығы мамандары тарапынан жыл бойы үнемі көрнекі ақпарат пен жарнама мәтінін реттеу жұмыс жүргізіліп отырады. Бұл негізде бізде арнайы 4.90-ға белгіленген арнайы әдістемелік жұмыс бар, рейд жұмысы барысында, яғни тіл туралы, жарнама туралы заңнама талаптарына сәйкестігін мониторинг жүргізу мақсатында жеке кәсіпкерлік нысандарға барып әдістемелік көмек көрсетеміз, яғни жаңағы атап өткен заңдағы өзгерістер, толықтырулар туралы ақпараттар береміз, яғни барынша кері байланыс орнатуға тырысамыз. Енді жақында ғана осы көрнекі ақпарат пен жарнама ізін біріздендіру жобасы бастау алды, арнайы топтар құрылды, сол туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Бұл жоба биылғы жыл бірінші рет емес, яғни 2020 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Биыл 4-ші жыл қатарынан жүзеге асырып отырмыз. Мысалы, 2020 жылы басталған кезде біз Қарағанды қаласының өзін ғана алдық, яғни бірінші жыл жобалық мақсатта пилоттық жоба ретінде алған болатынбыз. Яғни Қарағанды қаласында орналасқан 3000 шағын және кәсіпкерлік нысанға мониторинг жұмысын жүргіздік. Яғни биылда бұл жобада бізде арнайы белсенді азаматтардан жұмыс тобы құрылды. Қарағанды қаласында орналасқан шағын және орта кәсіпкерлік нысандарды 5 бағытқа бөлдік. Бұлар денсаулық сақтау саласына қатысты нысандар, жаңағы аптека дейміз, дәріхана дейміз, жаңағы тіс емдеу емханасы, жеке және мемлекеттік емханалар, және екінші сала ретінде қоғамдық тамақтану орындары, жаңағы тез тамақтану орындары, жастар көп баратын кафе дейміз, дәмхана, мейрамхана, соның екінші салаға топтастырылдық. Үшінші бағыт ретінде бізде көлік
қызметі, яғни көлікке қызмет көрсету, оның ішінде қоғамдық көліктер, такси қызметі, және көлікке қызмет көрсететін жаңағы дөңгелек жөндеу, көлік саймандарын сататын дүкендер, бұл 3-ші бағыт ретінде қарастырылды, және 4-ші бағыт ретінде бізде үлкен ірі сауда орындары, оның ішінде жаңағы әлем, ойын сауық орталықтары, және 4-ші бұл қоғамдық қызмет көрсету орындары, оның ішінде жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтары, Қазпошта, банк деген сияқты 5 бағытқа топтастырып берді. Яғни әр жетекшіге өзінің саласы бекітіліп берді. Енді бізде осы тақырыпқа байланысты арнайы сюжет дайындалған болатын, соны бір тамашалап алайық. Сауатты жарнама қала көркінің айнасы. Бүгінде әртүрлі этнос өкілдері бар. Қарағандыда өз тілімізден қарағанда өзге тілдегі жарнамалар мен атау белгілері көп. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңының 21-ші бабына өткен жылдың желтоқсан айында оң өзгерістер енгізілді. Енді жарнама мемлекеттік тілде болуы міндетті, ал қажет болған жағдайда басқа тілде жариялау қарастырылады. Көрнекі ақпарат және жарнама тілін біріздендіру әлеуметтік жобасы аясында мемлекеттік қызмет көрсету ұйымдары шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне сауатты жарнама, сауатты кәсіпкер акциясы бойынша жұмысқа кірісті. Жобаның мақсаты кәсіпкерлермен бірлесе отырып аталған олқылықтарды түзету. Атап өтейік, бұл іс-шара жауапқа тарту мақсатында емес, сауатты қызмет көрсету саласын қалыптастыру бағытында жүзеге асырылады. Бүгін түсірілім тобымен жұмыс барысын бірге бақылайтын боламыз. Заң аясында енгізілген мониторинг шарасы түсіндіру жұмыстарына бағытталған. Қажет болған жағдайда кәсіпкерлерге тегін аударма қызметін ұсыну мүмкіндігі бар. Тілдерді дамыту басқармасы мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы бірлесе ұйымдастырған шара 2020 жылдан бастап 4 жыл қатарынан өткізілуде. Бұған дейін жоба Теміртау, Саран қалаларын қамтыса, биыл Қарағанды қаласында орналасқан 3000-нан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысандарды қамту жоспарланып отыр. Қалада жұмыс тобы 5 бағыт бойынша бөлінген. Жоба аясында тамақтану, денсаулық сақтау орындарын және жанамалық белгілерді тексеру арқылы нұсқаулық қағаздарды таратып, қателіктерді түзетуге 1 ай көлемінде уақыт беріледі. Негізгі мақсат қаламыздағы нысандарға аралап өтіп, нысандардағы олқылықтарды, жарнамадағы олқылықтарды біріздендіру. Осы мақсатта бүгін тамақтану орындарын араладық. Негізгі байқағанымыз сыртқы жарнамаларда біраз олқылықтар бар. Жарнама атауларында таза мемлекеттік тілде емес, орыс тілінде көбісі берілген. Одан кейін ас мәзірлері басым көпшілігі орыс тілінде жазылған. Сонымен мониторинг шарасының алғашқы нысаны Кофедейт кофеханасы болды. Мұнда электронды мәзір де, қағаздағы ас тізімі де орыс тілінде. Сіздердің жарнамаларыңыз сыртқы жарнамаларыңыз сол жақта қазақша болып, ол жақта орысшасы болу керек. Бұның бізде заң түрінде заң көрсетілген. Кез келген кәсіпкер сақталуы керек. Кофехана иесі 1 апта ішінде қателіктерді түзетуге уәде берді. Бәрі, в принципе, согласен, қазақ тілінде болу керек. Біздің мәзіріміз өзгертеміз. Шамамен 1 аптадан ішінде өзгертеміз. Университет көшесін бойлай бірінен кейін бірі жедел тамақтану желілері орналасқан. Тексеріс кезінде олардан да қателіктер анықталды. Отандық тамақтану желілері өзге тілде жарнама беруді өтімді маркетингтің бір бөлшегі көретін тәрізді. Республикасының заңы бойынша кез келген мекемеде міндетті түрде мемлекеттік жарнама мемлекеттік тілде бірінші қою керек. Ал орыс тілі немесе ағылшын тілі қалған тілдерді қою әрбір мекеменің бастығының өз еркі болып табылады. Бізде барлығы орысша жазылған. Көріп тұрғандарыңыздай, бірақ та бізге уақыт берілді. Осы 1 айдың ішінде мемлекеттік тілге, яғни қазақ тіліне ауыстыруға. Тамақтану орындарынан бір күндік рейд қорытындысы жоғарыдағыдай. Кәсібилер келісті, қорытындысын алдағы уақытта бақылайтын боламыз. Жоба жетекшілері алдағы 3 жылға бекітілген шара бойынша тоқтап қалмай, 9000 шағын және орта бизнес нысандарын сауаттандыруға тырыспақ. Арнайы маман кәсіпкерлердің не үшін орысша жарнаманы таңдайтынын саралап берді. Бұл қателіктердің көпшілігі
кәсіпкерлер нысандарын ашқан кезде бұл заңнан хабардар болмағандықтан, екіншіден көбіне қазір жас кәсіпкерлер көп кездестіріп жатыр. Жас кәсіпкерлер жарнама ретінде мемлекет тілден бөлек орысша тез түсінеді, тез қабылданады, қысқа нұсқа. Үшінші бағыт, жазулар неғұрлым қысқа болса, жарнаманы шығару соғұрлым қаржы жағынан тиімді дейді. Сосын осындай бағыттарды алып, қателіктер жіберіп жатады. Бірақ бізде тіл туралы заң бар, заң сақталу керек, заң орындалу керек. Біз осыны жеткіземіз, оларды түсініп, орындауға уәде беріп жатыр. Тілді дамыту басқармасы бекіткен 5 жұмыс тобының біреуі денсаулық сақтау саласына жауапты. Бұл топтың жетекшісі, қоғам белсендісі Эльмира Орынбаева тілдік қателіктермен 3 жылдан бері күресіп келеді. Осы жылдарда біраз нысан қазақ тілінде ақпарат белгілерін жариялау тұсында жетістіктерге жеткенін айтады. Биыл бұл дәл осы денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік тілдегі қызмет көрсету деңгейін арттыру үшін бұл саланы біз әлі де қамтып жатырмыз. Себебі бұл бізге керек, тұтынушы туралы заң бар. Осы тақауда ғана біз жаңадан ашылған 15-ші емхана бар. Осы оңтүстік шығыс ауданында соған барып қайттық. Енді несін жасырайын, 100% қате. Біз оларға бір айдың көлемінде барлығын дұрыстауға уақыт бердік. Алла қаласа маусым айының бірінде олар бізге барлығын дұрыстап береміз деген уәде берді. Үлкен осы оңтүстік шығыс ауданындағы енді айта кетесік, Фирдаус мейрамханасының барлық қазақ тілде дұрыстадық қателерін. Сонымен қатар Мерей клиникасы, мына жерде Диацент клиникасы, үлкен нысандар өз басымда менің қоржынымда бар. Бұл жоба керек, жалғасын таба беруін өзім құптар едім. Бүгінде тегін аударма қызметіне күніне 25-30 кәсіпкер жүгініп отыр. Жел-желі бірге қызмет көрсету телефоны да бар. Игі бастамалар өз жемісін береді деген сенімдеміз. Аталған мәселе бойынша тұрғындардан көшедегі жарнама қателіктерін көрте ме екен, соны сұрап білдік. Қатты байқадым емес, тек қана андай терезедегі жабыстырып қойды ғой, А4 параққа, сондай нелерді ғана байқаймын. Қатты байқаған. Ол әріптік қателерін қандай аудармада? Аудармадағы қате ғой. Қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аударғанда прямой Google переводчик дейді ғой, сонымен аударып қояды. Болады қателер әрине. Солай. Оның бәрін енді ептеп жоямыз ғой бәрінде. Жоюға тырысамыз енді әрине. Сіздер жастар бізден кейін өсіп келе жатқан сіздер саналысыздар, білімдісіздер. Сонда енді сіздерге сенеміз. Қазақ тіліндегі көп қателіктер бар әрине, бірақ мен өзім жеке хабарлап айтқан емес. Нақты қандай қателіктер болды? Көп қой айта берсе. Қазақ тіліндегі грамматикалық сауатсыз жазылған көп. Сонымен қала тұрғындары өзгерістердің болатынына сенеді. Ендеше құрметті көрермен, нағыз сауатты жарнама мәтіні қандай болады? Назар салыңыз. Алдымен жаңа заң бойынша атау белгілер бірінші қазақша, сосын ғана орысша жазылуы тиіс. Мысалы, бірінші дүкен, кейін магазин деген сөз жазылады. Жол белгілеріне келетін болсақ, егер еліміз ратификацияланған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, жол белгілеріндегі жазбалар мемлекеттік тілде көрсетіледі. Ал ас мәзірлер нұсқағыштар бірінші қазақ тілінде, қажет болған жағдайда орыс тілінде ұсынылуы тиіс. Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңға сәйкес өзіңізге ыңғайлы тілде мәзір сұрауға құқығыңыз бар. Өз құқығыңызды білу міндетінен қалыс қалмаңыз. Қазақ тілмен бірге болыңыз. Енді өзіңіз атап кеттіңіз, бұл 4-ші жыл қатарынан жүргізіліп жатыр деп, яғни нәтиже бар ғой, Нәтиже бар, шындығын айту керек. 2020 жылы, ең бірінші жылы жүргізгенде әрине кішкене қиындау болды. Себебі өздеріңізге белгілі, 20 жыл еліміз үшін, жалпы әлем үшін өте қиын жыл болған белгілі. Пандемия болды, халықтың қаржылық жағдайы төмендеп кетті. Оның ішінде жаңағы жеке кәсіпкерлік нысандардың қызметін жүргізуі кішкене қиындаған кез болғандықтан бұл жобамыз сәлде болсын қиындық туғызды. Бірақ одан кейінгі 21-22 кейінгі жылдары керісінше кәсіпкерлік нысандар бізге өздері шыға бастады. Яғни біздің жаңағы тегін қызметке хабарласып, керісінше жүгініп, көмек сұрап, мүмкіндігінше басқа да әріптестеріне жаңағыдай осындай желі бар екенін, осындай қызмет көрсетілетін заңнама талаптарын осы жерден анықтауға болады деген сияқты ақпараттарды барынша таратып, керісінше көмектесті.
Ал енді керісінше осы ережеге бағынбай елемейтіндер бар ма? Кездесте ме ондай? Ондай жағдайлар болады. Себебі өздеріңіз де білесіздер, заңнама талаптарына сәйкес біздің тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының құзыретінде айыппұл салу құзыреті жоқ. Ондай нәрсе қарастырылмаған. Біздің жобаның да мақсаты айыппұл салу, не болмаса кәсіпкерлерді бір жауапқа тарту емес. Біздің мақсат керісінше ол кісілермен бірлесе отырып, заңнама талаптарын реттеуге көмек көрсету болып табылады. Ондай заңнама талаптарына бағынбай, жаңағыдай қарсылық білдірген кәсіпкерлік нысан иелері болады. Дегенмен ол кісілермен жеке түрде түсіндіру, жаңағыдай бірлесе қайтадан қарым-қатынасты орнату мақсатында қайталап жұмыстар жүргізіледі. Қазір барлық бір 90% дерлік заңнама талаптарынан хабардар деп айтсам болады. Тек толықтырылып отыру керек болады, себебі күнделікті ашылып отыратын шағын нысандар, кәсіпкерлік нысандар өте көп. Мысалы, бүгін дүкен болып ашылса, ол 1-2 айдан кейін жабылып қалып, басқа нысан ретінде ашылуы мүмкін. Сондықтан осы жағдайды біз реттеп отырып, жиі түсіндіру жұмысын жүргізуге тырысамыз. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, сауатты жарнаманы аударуға көмектесеміз деп. Қаншалықты жиі жүгінеді сіздерге? Енді жедел желі жұмысы бізде жоба аясында ғана емес, жобадан тыс уақытта да тоқтаған емес. Енді шамамен айтатын болсақ, күніне бір 5 кәсіпкерден хабарласады. Енді қазір сіз өзіңіз тіл маманы ретінде, тіл жанашыры ретінде қаланың келбеті қалай деп ойлайсыз? Тағы да айтап өтейін, бұған дейін бізде енді жыл сайынғы біз тәжірибені жинақтап сараптама жасап отырамыз ғой. Бұған дейінгі жүргізілген жұмыс барысында бізде жарнамаларда көп кездесетін қателіктер, мемлекеттік тілдегі нұсқасында грамматикалық қателер өте көп кездесетін. Яғни қазақша жазып қойғанымен көптеген қателіктер орын алған болады. Ал қазір шындығына келгенде қазір грамматикалық қателер кездестіре қоймайсыз. Қазір бізде көбіне тек қана мемлекеттік тіл, тек қана орыс тілінде ғана жазып қоятын ақпараттар жиілеп кетті, шыны керек. Және де тағы бір айта кететін статистика, бұған дейін бізде ірі сауда орындарында үлкен баннерларды ілу, қалай айтсам, бір ерекше болып көрінетін ол кісілерге. Ал қазіргі кейінгі тәртіпке сай көптеген ірі сауда орындарының жаңағы әкімшілері, иелері үлкен баннерлардан керісінше бас тартып жатыр. Ол кісілер, яғни шағын ғана әр бөлімнің сыртқы шынысына шағын ғана ақпаратты ғана жапсырма түрде ілуді талап еткен. Бұның өзі бізге де жақсы, себебі жарнама мәтіндегі қателіктерді реттеуге өте септігін тигізеді. Енді сіздер кәсіпкерлермен тығыз жұмыс жасаймыз деп айтып кеттіңіз ғой, ал жарнама агенттіктермен қандай жұмыстар атқарылады? Өте жақсы сұрақ. Себебі біз кәсіпкерлік нысан иелерімен жұмыс жасау барысында ол кісілердің көбіне айтатын уәждері бар. Себебі біз жарнама дайындауды жарнама агенттіктеріне тапсырамыз. Ал неге ол кісілер бізге осы заңнама талаптарына сәйкес екі тілде жазылуға міндетті деген ақпаратты неге бізге ұсынбайды деген уәждер болған болатын. Сол себепті бізде былтырғы жылы жарнама агенттіктермен жұмыс жүргізген болатын, яғни GGG, яғни жедел жарнама желісі деген жоба жүзеге асқан болатын. Ол жоба барысында біз тікелей жарнама агенттіктермен жұмыс жасадық, яғни жарнама агенттіктеріне барып заңнама талаптарын ұсынып, көрсетіп, түсіндіріп. Яғни сізге кәсіпкер жарнама мәтінін дайындауға келген сәтте сіз заңнама талаптарымен міндетті түрде таныстырыңыз. Және де екі тілде болуын ұсыныңыз. Егер сізде жарнама мәтінін аударуға мүмкіндік болмай жатса, біздің арнайы жедел желіге хабарласып, жарнама мәтінін екі тілде тегін түрде аударуға біз көмектесеміз деген мақсатта жобаны бастаған болатынбыз. Яғни бұл жерде қазақша аударатын маман тапшылығы, иә? Себебі қазір жекеменшік жарнама агенттіктерінде шыны керек тіл маманы, жаңағыдай сауатты түрде мемлекеттік тілде жарнама жасайтын мамандар жоқтың қасы. Бұл өте үлкен мәселе, себебі бұл тек біздің облыстағы емес, жалпы республикада үлкен мәселе, себебі жарнаманың негізгі бастапқы нұсқасы көбіне орыс тілінде дайындалады. Ал аудармаға ұласқан қазақ тіліндегі жарнама әрине сапасын жоғалтады, қазақ тілді аудиторияға түсініксіздеу болады. Сондықтан бұл енді тағы бір үлкен мәселе, ол жарнама мәтінін мемлекеттік тілде дайындайтын мамандарды даярлау қажет. Енді Мөлдір Құсайынқызы уақытыңызды бөліп, студияға келіп, тіл жанашыры ретінде, тіл маманы ретінде бір маңызды бір ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.